Армысың асыл бізде қоғамда дейміз ба, болмаса елдің ішінде дейміз ба, мынандай бір нәрсе қалыптасты да, көп болды, байқап жүрмін. Қандай қызмет жасамасаң, қандай қызмет түрін көрсеткісің келмесе, тегін алып кеткісі келеді, болмаса бір акциямен бірдемені алғысы келеді, болмаса қызмет түрін тегін көргісі келеді. Бірақ беретін, олардың төлейтін мысалға тұтынушының сомасы өте сондай аз-маз. Мен де енді сондай қызмет түрлерін көрсететін тұлға болғаннан кейін белгілі бір сома қоямыз, белгілі бір баға қоямыз. Бірақ жұрттың енді қазір мына жерде психолог, психотерапевтер көріп жатса, сен өзін бағаламайсың, сен өзің неңді дұрыс қоя алмайсың, жаңағыдай өзіңнің неңді сапаңды, болмаса өзің жаңа сол бағанды өзің бағалай алмайсың, мүмкін сол үшін сен төмендеп жатқан шығар деп. Бірақ неге мейірімділікті, жақсылықты, неге мысалы өзбекте күшті мақал бар, сен шошсаң мен де созамын дейді, сен созсаң мен де созамын дейді. Неге бізде ондай тәрбие жоқ та? Мысалға басыңды есең сен де июің керексің ғой. Жаңағыдай мақалдар көп қой енді бізде. Сыйға сый, сыраға бал дейді. Еңкейге еңкей, басын жерге жеткенше, шалқайған шалқай, басын көкке жеткенше дейді. Бәрі сыйластықпен, бәрі қарым-қатынаспен, бәрі сондай жаңағыдай мейірімділікпен болу керек қой енді. Сізге қандай қызмет көрсетеді, сізде солай. Бірақ бізде көбінесе мынау мейірімділікті, жақсылықты, жақсы сөйлеп жүрсең, жаңағыдай мәдениетті, тәрбиелі сөйлесең, басыңа тышқысы келіп, сені пайдаланғысы келіп, сенен алып қойғысы келіп, осы неге осылай жылы жұмсақ сөйлеп жатыр екен деп, өзіндегі қарасын мендегі жарықты көргенде өзіндегі қарасы бүйтіп дақ болып шығып кете ма, болмаса мендегі жарықты көздерін бүйтіп жаңағыдай жарықтан бүйтіп жарық сәулесінен бүйтіп көздері жұмылып қала ма, ішіндегі қаралықтары, ішіндегі жамандықтары, ішіндегі ыза кектері сонша көп, жарық дүниені, жақсылықты көргенде шалқаларынан құлайды. Сонда біз қашан жақсылық жасаймыз, сонда біз мейірімділікті қашан сезінеміз, қашан оны дәріптейміз? Егер бәрінің ішінде